Армысыз құрметті көрермен, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде сұхбатта белгілі өнер шебері, қоғам қайраткері, Қазақстан Республикасы президентінің алғыс хат иегері, намыс, ел жанашыры төсбелгілерінің иегері, Шабыт музыка мектебінің негізін қалаушы алыстан ат артып келген қонағымыз Бердіғали Қуанышқалиұлы. Бердіғали мырза, қош келдіңіз бүгінгі сұхбатқа. Қалай келдіңіз жалпы? Айта кетсеңіз. Рахмет, қайырлы күн баршаңызға, құрметті оқырмандар. Сем ханым, мені шақырғаныңызға үлкен рахмет. Сәлем тим жобасына да барлық ұжымға рахметімді айтамын. Жақсы, өте жақсы келдік. Рахмет. Бүгін сізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Жалпы сізді жаңа өнер шебері ретінде таныстырып кеттім. Ақтау өңіріне, жалпы республикаға танымал, енді өзіңіздің өнеріңіз бар. Енді алғашқы сұрағым, сіз жалпы осы өнер саласына қалай келдіңіз, басталуы қалай болды, сол жайында айта кетсеңіз. Жалпы өнер атамнан келді. Өзімнің атам және әкем жалпы домбыра ойнайды. Қанмен келді деп айтады. Қазіргі таңда сол домбыра өнерін ары қарай атадан бабаға мұра қылып алып келе жатырмын. Жалпы сіз осы Алматы қаласында оқыдыңыз, жалпы сіз үлкен оқу ордасын, өнерді бітірдіңіз. Сол жайында айта кетсеңіз, жалпы сіздің студенттік шағыңыз, келуіңіз қалай болды? Сіз жаңа айттыңыз ғой, бұл атадан балаға дарыған нәрсе, қанмен келген нәрсе деп. Енді сол жайында айта кетсеңіз, жалпы академиялық біліміңіз қалай болды? Сол жайында сұхбат берсеңіз. Осы Маңғыстау өңірінде Шайыр деген ауыл бар. Сол жерде туылғанмын. Сол ауылдың Шайыр орта мектебін бітірдім. 2012 жылы бітіріп, Ақтау қаласындағы Маңғыстау өнер колледжіне домбыра мамандығына түстім. Алғашында білім сол жерден домбыра мамандығын алып шыққаннан кейін орта білім осы Алматы қаласына осылай арман қуып келдік. Менде де сондай жағдай болған жалпы, ауылдан шыққан балалар көбінесе Алматыға келіп өнерін шыңдағысы келеді. Жалпы сізде де сондай үлкен арман болған шығар. Осы орта білімнен кейін жоғарғы білім алу барлық адамның арманы, яғни сол жерде біз жалпы Алматы қаласына осы оқуға түсуге келдік. Яғни қазір жалпы оқыған оқу орны Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы. Сол жерден домбыра мамандығын бітірдім. Қазіргі таңда сол оқу орны бакалавр дәрежесін алдым. Ұстаздарыңыз елге белгілі адамдар болған шығар. Енді сіз ол жерде консерваторияда өте жақсы оқытады, академиялық білімді жақсы береді, елге танымал адамдар жұмыс жасайды ол жерде. Жалпы кімнен тәлім тәрбие алдыңыз сіз? Жалпы қазақтар білімге, өнерге қатты мән берген. Яғни осы домбыраның мұңы мен домбыра арқылы мұңын, қайғысын жеткізген, қуанышын жеткізген деп айтамыз. Сондықтан бұл өнер үлкен өзіміздің жаңағы төл өнерімізді дамыту мақсатында көптеген қиыншылықтар болды. Енді соның ішінде осы қиыншылықтарға төзе білуді үйреткен ұстаздарымыз болды, үлкен. Домбыра оңай емес ол. Домбырада біз ойлап жүрген домбырамен мына жақтағы домбыраның екеуінің үлкен жаңағы айырмашылығы бар екен. Жалпы осы үлкен оқу орнына түскенде біз осы жалпы консерваторияны қазақтың жалпы төл өнердің қара шаңырағы деп атаймыз. Осы қара шаңырақта оқып жүргенде үлкен мұғалімдер сабақ берді. Оның ішінде Айгүл Кенбаева, Карима Сахарбаева, Абдулхамид Райымбергенов, осы елге танымал кісілер сабақ берді. Және жаңағы әннен берген апайларымыз болды, Айгүл Қосағанова деген. Көптеген жалпы ұстаздарымыз сабақ берді, өзінің білген түйгенін үйретті. Өнерден бөлек осы өмірге деген жаңағыдай басқаша көзқараспен қарауды бізге осы кісілерден үйрендік. Жалпы академиялық біліміңізді алып шықтыңыз, кейін Ақтауға қайттыңыз, өзіңіздің өнер жолыңызды бастадыңыз. Енді сіздің арқалап жүрген салаңыз ол жаңағы ұлт аспаптар, мысалы домбыра бар оның ішінде. Жалпы осы біздің атадан балаға мұра болып келе жатқан осы қасиетті қара домбыраның тәлім тәрбиесі жайында айта кетсеңіз, мысалы адамға не береді, мысалы кейбір жастар оны басқаша қарауы мүмкін. Енді сіздер білесіздер де өнер жолында жүргеннен кейін. Домбыра маған да айтып кеттім, қазақтың бұрынғы замандағы мұңын жеткізген, қайғысын немесе қуанышын, сол арқылы қазақтар жаңағыдай өздерінің төл өнерін атадан бабаға қалдырған. Соның ішінде енді менің жалпы негізгі мамандығым домбыра.
одан кейін 2-3 мамандықты қоса игердім, бірақ негізгі мамандығым домбыра болғаннан кейін домбыраның қыр-сырында көптеген біз білмейтін сырлар бар. Иә. Біз мен өзім жалпы ауылда, енді ауыл мұғалімімен сабақ алдым. Алғашқы ұстазым Маржан апайым болды ауылдағы. Бірақ кейіннен ол кісі өткеннен кейін орта білімде жүріп көп нәрсе үйрендім. Одан кейін үлкен оқу орынға барып, одан да көп нәрсе үйрендім. Сосын мен түсіне бастадым, домбыраның 2 ішек 19 перне болғанымен, бұның 19 мың сан құрылым, бұның түсті бояуы бар екен, мен сол кезде ғана білдім. Оған дейін қосымша жаңағыдай ойнап жүрдік. Белгілі бір тарихты баяндайды домбыра, белгілі бір күйді шертеді, қазақ халқының жаңағы басынан өтіп жатқан бір оқиғасын баяндайды деген сияқты. Әрбір күйдің, әрбір шығарманың өзінің бір рухани мән мағынасы бар, жалпы. Сіз өзіңіз күй тартқан кезде қандай сезімде боласыз жалпы? Енді оңай емес қой, халықтың алдына шығып, үлкен оркестрмен бірге деген сияқты. Домбыра ойнау өнері бір бөлек, оны халыққа жеткізу бір бөлек. Мен сол екі айырмашылық түсіндім. Ойнау өнерін енді біз бір кабинетте, бір ұстазбен ол үйретеді, оның барлық еңбегін ақтап сахнаға ойнау ол бір жұмыс. Жалпы қандай сезімде боласыз кезде? Енді шыны керек, басында енді әрине сезім болады, қиыншылық, кішкене стресс, сахнаның алдында енді адамдар қарап тұрғаннан кейін кішкене бәрі саған қарап тұрып қорқыныш болады. Бірақ кейіннен жүре өте келе адам енді бәріне де үйренеді екен ғой. Қазір енді шүкір ондай қорқыныштар жоқ, бірақ әлі де жаңағы сахнаға шығу арасы ұзап кетсе қорқыныш болады. Қазіргі таңда міне уже 1,5-2 жыл болды жеке кәсіпкеннен кейін кішкене домбыраны ойнау, жаңа сахнаға шығу кішкене азайды. Бірақ сонда да жаңағыдай шақырылған жерден қалмай жүрміз шама келгенше. Жалпы қазаққа, жалпы осы жастарға беретін бұл тәрбиенің ішінде салт дәстүріміз бар сияқты, бұл да домбырада бір үлкен өзінің орнын алады. Әр халықтың өзінің жеке аспаптары бар, ұлттық. Бізде ұлттық аспабымыз өте көп, бірақ соның ішінде кең тарағаны домбыра. Домбыраны қазір барлық елде де ойнасаң да барлық адам қазақ деп таниды. Сол үшін жалпы біздің осы өмірдегі өзімнің жеке миссиям осы қазақтың ұлт аспаптарын тек қана қазақтың ұрпақтарына ғана емес, бүткіл әлемге паш ету. Керемет идея. Және де осы жалпы ұлттық тәрбие дегенде бұл ұлттық құндылық. Бұны енді түсінудің өзі бір үлкен философия. Бұл жерде балаға жаңағыдай балаға қалай тәрбие береміз үйде. Бұл домбыраның үстінде дәрістен тәрбие беріліп жатады. Оны енді көп ата-ана түсінбейді, көп немесе оқушылар, кейбір мұғалімдер түсінбеуі мүмкін. Енді ол әркімнің жаңағы психологиясына байланысты. Алдымыздағы балаға мысалы жеңіл күй берсек, мысалы, ол жеңіл ойнап кетеді. Кейде қиын күйдің сырын қиындатып жеткізсек, ол солай түсініп ойнайды. Демек, әр күйге бір жеке ішкі бір настроймен ойнау керек. Мысалы, мұңды күйді барлық мұңын салып, шынымен мүмкін қиын кездерді ойлап ойнау керек сияқты. Мысалы, кезінде қазақта ашаршылық замандары болды. Сол замандарды еске алып, мысалы, барлық кино Қыз жібек болсын, немесе ашаршылық заманның киносы болсын, барлық жерде түгел суреттелген, домбыра ғана суреттелген сол кезде. Сондықтан да бұл атадан келе жатқан мұра, бұл үлкен тәрбие. Бұл жерде үлкен мән мағына бар. Тек қана жаңағы тойда немесе эстрадный вариантта ойнау емес, бірақ онда да қатедуге болмайды. Мен өз басым эстрадный варианттарды әрине қосамыз домбыраны, бірақ тек 2% ғана ойынымыздың, ал қалған 98% тек қана дәстүрлі бағыт ойнаймыз. Өйткені толық бітірген академический атағымыз дәстүрлі ғана бағыт. Бізге үйреткен осы қара шаңырақтың үйреткені дәстүрлі ғана бағыт. Ал енді сөздің шыны керек, енді жас болғасын, студент болғаннан кейін эстрадный бағытта ойнаймыз. Қызық сияқты көрінеді. Ол да бір адамды, халықтың кішкене домбыраға деген жаңа қызығушылығын арттыру есептеледі. Қазіргі таңда ойнап жүргендер бар эстрадный, оның бәрі қате деп айтуға болмайды. Қате деп айтатындай да мен үлкен дәрежеде емеспін деп ойлаймын өзімді. Сондықтан әйтеуір қалай болса да домбыраны жеткізсек, біздің мақсатымыз, басты миссиямыз сол деп ойлаймын. Ал қалай ойлайсыз, сіз мысалға қазіргі таңда жастардың қызығушылығы азайып кеткен жоқ па бұл салаға? Мысалға сіз енді өзіңіз насихаттап жүрсіз да осы саланы көбінесе. Қазіргі таңда Ақтау қаласында кішкентай ғана 40 шақты жаңағыдай шағын аудан бар. Сол шағын аудан, 2 шағын ауданында мен қамтып отырмыз балаларды.
сол жерде 400 бала оқиды. Былай қарап отырсаң, екі шағын ауданға 400 бала деген өте көп. Иә. Сондықтан мен ойлаймын, бәрібір де ұлттық құндылығымыз жерде қалмайды. Иә. Оны ары қарай өсіре беру, дамыта беру, бұл әрине біздің ғана қолымызда. Өйткені қарапайым адамдардың күйбең тіршілігімен бұл домбыраны ешкімнің ойлауға әрине уақыты жоқ. Әркімнің өз жеке мамандығы бар, жеке жұмысы бар. Ал енді біздің өмірдегі тек қана өнер емес, өзіміздің өмірімізбен қосып алғандағы миссиямыз осы болғаннан кейін, біз барлық дерлік жарнама болсын, өзіміз жарнамаласақ та, немесе жаңағыдай барлық сеттерге салсақ та, біз соны ары қарай балалардың қызығушылығын арттыруға тырысып жатырмыз. Бердіғали мырза, сіз өзіңіз Алматыда оқыдыңыз, үлкен шаңырақты бітірдіңіз, кейін Ақтау қаласына бардыңыз. Өзіңіз жаңа айтып кеттім, шабыт музыка мектебін аштыңыз, иә? Жалпы осы кәсіпкерлік жолға келуіңіз, осы кәсіпкерлік деп айтқанмен де бұның астында үлкен бір мән мағына жатыр ғой, яғни бір миссия, домбыраны халыққа жеткізсем деген. Осы жолға сіз қалай келдіңіз? Басталуы неден болды? Сол жайында айтып кетсеңіз. Жалпы домбыра үйрету орта білім колледжі жүргеннен басталды. Енді ол кезде шыны керек тек қана күнкөрістің қамы, мойындау керек. Шын айтқан жақсы енді. Тек қана күнкөрістің қамы, ол кезде орта білім оқимыз. Енді 16-17 жастамыз. Тек қана кішігірім ақша табу үшін үйретеміз балаларға. Кейін осы қара шаңырақ келгеннен кейін біз түсіндік, бұл жерде ақша ғана важно емес екен, көп нәрсе бар екен. Оны кейін түсіне бастағаннан кейін мен осы өзімнің жеке мектебім болған армандадым. Енді барлық адамның өз кәсібіндегі бір шыңын армандайды. Сол сияқты бұны да мен армандадым. Осы Алматы қаласына 2016 жылы келгенде, сол жылдың ортасына қарай кішігірім бір кабинет алып, осы оқу ортасын аштық. Алматыда бастадыңыз? Алматыда бастадық, осыдан 8 жыл бұрын бастадық. Сол кезде бізде тек қана 20 оқушы болған, мен бір өзімде, одан мұғалім алдық, 50-40 болып, осылай осы 8 жыл бұрын осы мектептің іргетасы қаланған болатын. Ол кезде жеке мектебіміз жоқ, жаңағыдай бәрі жалға алып деген сияқты. Енді бастап осы жылға, осы Алматы қаласынан бастап осы қызықтық. Бірақ бұл жерде уже бәрібірде қалай болғанда да ақша табу емес, бәрібірде жүректе жаңа миссия орындау деген бізде мақсат қана болды. Енді ақша табу дегенде, таппау дегенде болмайды, табу да керексің. Ол өмір болғаннан кейін, әке-шешең үміт артқаннан кейін, болашақ керек болғаннан кейін бәрібір де ол да бар, бірақ бәрібір де ішіміздегі миссия сол жаңа домбыраны дамытып, өзіміз қоса үйреніп, сол балдармен мүмкін біздің білмейтін жерімізді оқушыға түсіндіргенде біз өзіміз біліп жатамыз соны. түсініп жатқанда, осылай екен ғой, мен уже ұмытып қалып кітап оқығаннан кейін түсініп жатамыз. Сол кезде білімімізді шыңдап, сол кезде осы бизнесті тоже қоса ашқанбыз. Ақтау қаласында мысалы қазір сізде 400-дей бала оқиды, иә? Сол Алматы қаласын бітіргеннен кейін Ақтау қаласына арнайы шақыртылдым. Бізде мамандар өте көп Ақтауда, бірақ бәрібір де әркімнің өз орны бар дегендей. Ақтау қаласына барғанда Ақшағыл этнофольклорлық ансамблін құрдым өзім. Қазір ол ансамбль жұмыс жасап жатыр. Мен қазір сол осы мектепке ауысқаннан кейін ол жерге шығуға мәжбүр болдым. Қазіргі таңда сол ансамбльді құрумен қоса осы мектепті, осы құрылған нәрсені қаймағымызды сол жаққа апару ғана ойымызда болды. Сондықтан бір жыл осы ансамбльдің жұмысымен жүргеннен кейін жаңа мектепті қайта возобновить етіп жаңағы жерге құрдық Ақтау қаласына. Қазіргі таңда 10 шақты қызметкеріміз бар, ұстаздарымыз. 400-дей бала оқиды мектебімізде. Үлкен мектеп, үлкен ұйым, үлкен ұжым болды. Қазір балдарға білім тәрбие беріп жатырмыз. Керемет. Білім тәрбие деп қалдыңыз. Сіздерде мектепте қай бағыт бойынша жүргізеді? Жалпы домбырадан басқа бағыттар қарастырылған ба? Бізде енді өзіміз академиялық бағыт оқығаннан кейін маған жүрегіме тек қана сол дәстүрлі ғана бағыт жақын. Бізде қазір домбыра күй үйірмесі және дәстүрлі ән үйірмесі. Осы екі үйірмемен 8 жылдан бері келе жатырмыз. Басқа үйірме ашу да, немесе басқа үйірме қосу да ешқандай ойымызда жоқ.
Өйткені осы екі бағытты көбірек дамытсақ деген ойдамыз. Басқа бағыттар дамытатын мектептер өте көп, білімді ұстаздарымыз да көп, оның бәрін жоққа шығармаймыз. Бірақ қазақтың басына берілген осы ән мен күй өнерін ғана дамыту осы менің жеке миссиям. Сондықтан осы екі мамандықтың өзінде барлығын қосқанда 400-дей бала оқиды. Сондықтан бізге осы бағыттың өзі жетеді. Жеткілікті, осыны жақсылап жеткізіп алсақ дейсіз ғой халыққа, иә. Жалпы өнер ол тәрбиенің негізгі құралы деп айтып жатады. Жаңа мектебіңізде балалар өнер арқылы тәрбиеленеді. Өнерді үйретесіздер, тәлім тәрбие бересіздер. Бұдан бөлек сіздер балаларды қандай бағытқа баулайсыздар? Мүмкін бір жақсылық жасау, жаңағыдай үлкен кісіге көмектесу деген сияқты өнерден бөлек басқа не нәрсе үйретесіздер деп сұрайын деген едім. Бізде жалпы шабыт музыка мектебінің Ақтау қаласындағы өзінің бір ерекшелігі, біз осы мектептің түскен қаражаты болсын, немесе артылып қалған қаражатын болсын, жағдайы жоқ отбасыларға немесе жаңа балалар үйіне ақшаны аударып отырамыз. Қайырымдылық ретінде. Қайырымдылық ретінде. Бұл біздің өзіміздің мектебіміздің былай қазіргі заман тілімен фишкасы. Біздің осы шабыт музыка мектебінің 400 оқушысының 400 ата-анасы барлығы дерлік осындай іске қатты көңіл бөлеміз. Өйткені бізде осы кейде домбыра сабағына қарағанда қайырымдылықты көп жасап кетеміз. Өйткені біз менің басты жаңағы өзімізді ауылдан шықты, қарапайым отбасыдан шықтық. Сондықтан осы қазақ балдарды жыламасын, қазақ балдар осы қиналмасын деген оймен балалар үйі немесе жағдай жоқ отбасылардың барлығын тізімін жасап, ай сайын жаңағыдай тамақ несін апарып барып тұрамыз. Және бұл жерде тек қана мұғалімдер, ұстаздар және мен апармаймын. Соны сол көмектесуге жаңағыдай бұның бәрі уже тәрбие деп есептейміз. Мен өзім солай есептеймін. Ата-аналар да бұны қолдайды. Біз тамақ алғанда да, ақша жинағанда да, немесе тізім жазғанда да біз әр оқушыны жеке-жеке алып отырамыз. 10-нан әр оқушыны жеке 10 оқушыны алып алып, бірге тамақ алып, балаларға бірге таратып, көз қуанышын көреміз. Балалар көрген нәрсесін кейін қайталайды. Балалар көрген нәрсесін бойына сіңіреді. Бұл ұлттық тәрбие есебінде жүреді. Енді өзімнің жалпы қоғамдағы осы жасап жүрген барлық дүниемнің барлығы осы мектеппен байланысты. Мысалы біздер жақында балалар үйіне барамыз. Мысалы барып келдік делік. Барып келгенде, яғни біз ол жерге барған тек қана жаңағыда сыйлықтарын бермей, біз өзіміз жеке бағдарламамызды қоямыз. Сол кезде 20-30 баланы апарып бағдарлама қоямыз, концертімізді. Одан кейін айтады ғой, ата-ана деген жаңа ата-анасы барлардың басындағы алтын тәжін ата-анасы жоқтар ғана көреді деген сөз бар. Қазақта сол сияқты мына біздің балалардың барлық жағдайы түгел, жағдайлар жақсы, соның қадірін біліп өсу үшін біз осындай көбірек жерлерге апарамыз. Ұлттық құндылықты, ұлттық тәрбиені өздерінің қандай бақытты екенін сезіну үшін. Және ата-аналардан да жақсы пікір келіп жатады. Сіздің балдар, біз сізге балдарымыз ергелі, жүрегі жұмсарды, осындай жерлерді көрді. Қазір дейтін үйде жаңағыдай бір жерге барып жұмсасақ келіп барады сразу, өйткені уже қадірі түсіне бастаған дейді. Сонымен осындай көмегіміз тиіп жатқаннан кейін бізден бақытты адам жоқ деп ойлаймын. Әркімнің өзінің жеке ішкі бақыты бар ғой, ішкі сезімі. Мен осылай ғана бақытты болатын сияқтымын, менің өзім жеке ойым әрине. Сіздің миссияңыз ол өнер арқылы тәрбиелеу, жаңағыдай жақсылыққа үндеу адамдарды. Оның барлығы адам мына социалды түрде еңбек еткен кезде, қоғамға көбірек пайда берген кезде өзін бақыттырақ сезінеді дейді де. Қанша ақша тапқанымен өлшенбейді, оның барлығы жаңа адамдарға көмектесу екен. Біздің жалпы миссиямыз. Иә, дұрыс айтасыз. Адам адамға жаңағыдай көмектесу үшін немесе бір-бірін түсіну үшін тілді берген, бір-бірін түсініп жан дүниесін түсіну үшін жүректі берген деген сияқты. Бұл бізде тіл мен жүрек үлкен бір ұғым. Тілдің де өзінің керек емес жерде сөйлейтіні бар, керек жерде сөйлейтіні бар. Жүректе дәл солай. Керек емес жерде қатыгездік болады, керек жерде жаңа мейірімді болады. Сондықтан тас болып қалған жүрегімізді жібітудің алдын алып жатырмыз. Осы ұрпақтарымыз әйтеуір жаңағыдай біз жасаған қателікті жаңа істемесін дейміз, жасамасын дейміз, немесе болашақта сондай қателіктегі ұрынбасын дейміз. Пенде болғасын барлық нәрсе болып жатады өмірде, қиыншылықтар болып жатады. Бірақ сонда тәубемізге келіп, осындай іс атқарып жатырмыз.
Керемет. Жаңа сіз айтып қалдыңыз, шабыт музыка мектебін аштым деп, үлкен кәсіпті, үлкен ұжымды басқару ол оңай нәрсе емес. Енді басында ашқан кезде бір қиыншылықтар болған шығар. Сіз сол кезде сол қиыншылықтармен қалай бетпе бет күрестіңіз деп айтсақ болады. Енді өзімнің мамандығым болғаннан кейін қиыншылық аз болды. Енді тек сол жаңағыдай күй үйірмесі ретінде аз болды, бірақ енді кәсіпкер ретінде әрине қиын болды. Өйткені әр адамның, әр жұмысшының өз мінезі бар. Әйел адам болса өзінің семьясы бар, ер адам болса өзінің жеке өзіне тән мінезі бар. Енді әркімнің қарабасы әртүрлі ойлайды. Мен былай ойласам, ол былай ойлайды, келіспей жататын кездер болады. Бірақ пенде болғаннан кейін ол кісілерді жаңағы ай сайын бізде осы мектебіміз үрдіс бар. Әр жаңағыдай айлық алған сайын бір жерге барып жаңа демаламыз. Жаңағыдай мүмкін ресторан, мүмкін караоке, мүмкін көкке шығамыз дегенде енді әр жыл мезгіліне қарай енді осылай жаңағы ұжымдастармен бас қосып кейбір мәселелерді шешіп біріміз жақынырақ танимыз. Қазіргі таңда енді мектебімде жасайтын ұстаздардың барлығы мен үлкені сол жаңағы 55-60-тың үстіне шыққандар, ең кішісі менмін. Ең жаңағы жас болсаң да бас болып жүрсің деп ол кісілер сыйлайды, құрметтейді. Мен де ол кісілерді құрметтеймін, өйткені ол кісілердің барлығы менің бұрын орта білімде берген ұстаздарым. Сондықтан да маған олармен жұмыс жасау өте жеңіл. Енді кейбір келіспеушіліктер болып қалады. Сол жерде мен ол кісілерге қатты емес, жеңіл тілмен түсіндіреміз. Апай, бұл былай, бұл жерде сіз жұмысшысы, мен бастықпын, бірақ бастықпын деп ондай нәрсе айтпаймын, сіз түсініңіз. Жұмыс болғаннан кейін қиыншылықтар болады. Онда былай жасайық деп, сол жаңа мәмілеге келуге тырысамыз. Ешқашан жаңа бет жыртысып, болмаса жаңағыдай бір қиын жағдай болып көрген емес. Бірақ енді жаңағыдай табыс табу жөнінен қиыншылық болды әрине. Басында жаңағы арендалған жерді төлей алмай қалатын кездер, ақша шықпай қалатын кездер әрине болады, ондай жағдайлар барлық жерде болады деп ойлаймын. Бірақ оған мойымай, қазір таңда енді шүкір, Аллаға шүкір, өте көп өз-өзін ақтайды. Бәрі шүкір. Осы әйтеуір осы барлығы осы ұстаздардың арқасы. Өйткені ол кісілер жұмыс жасап жатыр. Күніне 8 сағаттан. Ал мен болсам ол кісілерге жаңағыдай поддержка беріп, сіздермен қосып отырмын. Дұрыс бағытқа бағыттап дейсіз ғой, стратегиялық тұрғыда ойлап. Бір жүйеге қойып алғаннан кейін әрине бизнеске деген білім керек. Бизнеске бағыт деген бәрібір де болу керек. Білім қай жерде де керек. Білімді арттыра беру керек біз бәрібір де. Қанша жетістікке жетсек те білім керек деп ойлаймын әлі де. Бірақ енді кейде көп демалып қалған кездер болады, өйткені ерте жастан бұндай мектеп ашып, бұндай оқу, бұндай атақ, бұндай ақша тапқаннан кейін көп демалып қалып жатамыз, ол рас. Бірақ бастысы миссиямыз жүрегіміздегі ол сол миссиямыз тұру керек бастысы. Бір мақсат қойып қойсақ, сол бойынша жүре береміз болды. Мектебіңізде жаңағы көптеген дарынды оқушылар бар шығар, енді сіз үйретіп жатырсыз оларға. Шәкірттеріңіздің жетістіктері қандай? Біздің мектебімізде өте жақсы балдар өте көп. Жаңадан келген балдарымыз көп. Біз жақсы жаңағыдай ойнайтын шәкірттер бар. Сол балдар, сол оқушыларымыздың барлығын әр қалаға алып барамыз. Бұйыртса алда Алла қаласа Астана қаласына барамыз, конкурсқа сол 25 баланы алып барамыз, 3-4 ұстаз болып. Енді жетістігі жалпы барлық дерлік республикалық және халықаралық конкурстардың лауреаттары бәрі де қазіргі таңда атақтарымыз өте көп. Олар жаста болса қазір үлкен атақтарды иеленіп жатыр. Жақында жалпы шетелге де шығамыз, басқа елдерге барып өзіміздің өнерімізді дәріптейміз, өзімізді көрсетеміз, соған барлығымыз дайындық үстіндеміз, қызу. Жетістігі өте көп оқушылардың. Айта берсем оны қазір бітпейміз, бірақ өте көп. Жалпы сіз жаңа айтып қалдыңыз, мен де байқап отырмын, осы уақытқа дейін жеткен жетістіктеріңіз бар екенсің. Қазақстан Республикасы президентінің алғыс хаттарымен еңбегіңіз еленіп марапатталып жатыр екенсіз, әртүрлі номинациялармен. Енді бұндай жаста сіз бұндай жетістіктерге қалай жеттіңіз, қандай жетістіктерге жете білдіңіз өзіңіз? Мен бастысы осы жаңағы
ақша болсын, дүние болсын, бұл нәрсені қумадым. Ең бастысы мен үшін жаңағы ұлттық өнер дәріптеу ғана болды. Және сол өнерді балаларға сабақ беру арқылы өзім жаңағыдай өзімнің айлығымды, есебімді тауып, отбасымды асырау ғана. Менің миссиям сондай. Ал жаңағыдай қайырымдылық жасау, немесе жаңағыдай адамдарға көмектесу, бұл өзіміздің жай тек түкпіріміздегі, жүрегіміздегі нәрсе ғана болды. Ал енді бұны елеп ескеріп, қазіргі таңда осындай атақтар беріп жатыр. Ең бастысы бұның жалпы осы атақтың болсын, осы барлық төсбелгінің ең басты дәнекері Динара ханым. Алматы қаласында Динара Бердімұратқызы деген қоғам қайраткері бар. Қазіргі таңда үлкен меценат, қоғам қайраткері, Кәусар балалар орталығының директоры. Кітаптары бар, ол кісі кітаптары бар, балалардың кітаптары. Балалардың жанашыры. Жүрегі өте кең кісі. Мен ол кісіге басымды иемін. Ол кісі мен үшін өте құрметті, әке-шешемнен кейінгі құрметті адам десем де болады. Сол кісінің арқасында, сол кісінің басты миссиясы осындай қарапайым ауылдан шыққан жастарды, үлкендерді, еленбей қалған кісілерді мемлекетке немесе барлық жаңағыдай халыққа жетістіктерін көрсету, яғни марапаттау, және де сол марапаттың арқасында ол кісілер өзінің жұмысын екі есе жасайды деген ол кісінің өзінің миссиясы бар. Сол кісінің миссиясына біз ілініп қалғанбыз. Аллаға шүкір деп айтайын. Қазіргі таңда атағымыз Құдайға шүкір бар. Жақында ғана осы қазан айында 2023 жылы Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың алғыс хатымен марапатталдым. Бұл жерде алғыс хаттың басты мақсаты экономикаға, жалпы халықтың хал ахуалына қосқан үлесім үшін. Яғни бізде Ақтау қаласында бір ғана балалар үйі бар. Біреу болғанда да қуанамыз. Соның ішінде 26 ғана бала бар. Азайды, 26 ғана бала бар. Сол 26 балаға қыс болсын, жаз болсын, ремонттау керек болса, нелеріне ремонттап, киім болсын, ақшалай болсын, жаңағы мереке болса, мерекедей болсын, сыйлығын барлығын алып беріп жатамын. Бұл тек қана мектеп емес, мектеп қандай қаражат бөлсе, мен өзімнің қаражатымды екі есе бөлемін. Ол енді мақтанып айтуға тұрарлық нәрсе деп ойлаймын. Қазіргі ол жастарға үлгі болар, мүмкін үлкенде кейбір кісілерге, осы сұхбатты көріп отырған кісілерге үлкенде кісілерге мүмкін үлгі болар. Сол менің сол жаңағыдай қайырымдылықтар істерінің барлығын көрген Динара Бердімұратқызы, сол кісі ұсынды мені, осы президентімізге ұсынып, қазір таңда алғыс хат алдым. Және де онымен қоймай, батыр шапағаты, намыс төсбелгісі және ел жанашыры деген үлкен төсбелгіні иелендім қазіргі таңда. Енді жақында осы қазақ қоғамының 300 қайраткері деген кітап шығып жатыр, 2 томдық кітап. Ол жерде президентіміз бар, және белгілі тұлғалар, үлкен Асанәлі Әшімов болсын, Димаш Құдайберген, осы еліміздегі бар тұлғалардың ортасында мен де бармын. Керемет, қуаныштымыз. Рахмет, өткеніме осы Динара ханымның арқасы, әрине өзіміз еңбегіміздің арқасы, бірақ бәрібір де Динара ханым жетелеп бізді көрсетіп осы жерге ілініп жатырмын. Демек, қазақ қоғамының қайраткердің атақты мен де алып тұрмын деген сөз. Алла қаласа, оған жаңағы оның да несіне келеміз, осылай құттықтап шақырады Алматы қаласына. Оған да бұйыртса келеміз. Сондай осы нәрсенің барлығы осындай жолмен келіп жатыр. Өте керемет, қуаныштымыз сіз үшін. Жалпы әрбір жетістікке жеткен ер азаматтың жанында жақсы әйел жүреді деп айтады қазақта. Әйел адам өзінің жақсы энергиясымен отбасына шуақ шашып, ер азаматын всегда әрдайым үнемі жоғары көтере біледі дейді. Отбасыңыз жайында айта кетсеңіз. Мен отбасыда ең кіші ұлмын. Менің әке-шешем ауылда тұрады. Шайыр ауылында әлі күнге дейін тұрады. 3 ағам, 1 әпкем бар. 3 ағам үшеуі де өз отбасымен, әпкем өзінің отбасымен тұрады. Әке-шешемнің қолында кіші ағам қалды. Мен енді Ақтау қаласында былай жүрісім өте көп болғандықтан мен қалада тұрамын. Өзім жеке жаңағы мектебім болғаннан кейін ауылда тұруға енді маған не болып тұр, кішкене қиындау болып тұр. Бірақ болашақта әке-шешемді әрине қасыма алу ол бірінші міндетім. Бұл миссиядан да жоғары тұрды кішкене. Сондықтан да жалпыда өзімнің жеке отбасым, келіншегім, 1 ұлым, 1 қызым бар. 4 жанбыз бір үйде. Аллаға шүкір деп айтайын. Қызым 1,5 жаста, балам 6 айлық. Қазіргі таңда сол
тек шүкіршілікпен өмір сүреміз, басқа ешқандай өмірге деген өкпеміз жоқ. Барлығы шүкір. Енді жалпы жар деген әркім әрқалай түсінеді. Адал жар деген жаңағыдай ер адамның артында мықты әйел тұрады деген сөз. Бұл сөзге мен 100% қосыламын. Қандай адам келсе де мен өзім адамды мен үшін менің артымда тұрады сол кісі деп айта аламын. Барлық жетістігімнің артында ол кісі әрқашан қолдайды. Жалпы көптеген қиындық болып жатыр, болды кезінде, болып бола жатар. Енді қиындық болмаса да өмір болмайды әрине. Шыңдау үшін беріледі. Шыңдау үшін беріледі. Сол кезде қиындық кезде шыны керек ең бастысы осы жанымнан табылған осы менің өзім келіншегім. Әйелім. Келіншегіңізге сәлем айтып қояйық. Иә, сол кісі табылды. Ол кісіге үлкен алғыс айтамын. Өзінің жаңағыдай парасаттылығымен, имандылығымен, инабаттылығымен осы күнге бірге жетіп жатырмыз. Оның артында әрине әйел адам бар дегенге мен қосыламын 100%. Қазіргі таңда енді осылай Ақтау қаласында өмір сүріп жатырмыз. Кішкентай қала, өзіміздің туған жерімізді, елімізді дамытып жатырмыз. Тек қана осы Ақтау қаласы демей, барлық Қазақстанға дерлік жаңағыдай әлеуметтік желі болсын, барлық жерден былай жаңағыдай күйлеріміз таратып, жаңағыдай эфирлерде отырып дегендей, жаңағы TikTok парақша болсын, барлығын жүргіземіз, барлығында отырып. Жалпы тек қана Ақтау қаласы емес, барлық жерде жүреміз. Керемет. Өзіміз жалпы Ақтау қаласында өсіп тұрамын. Үлгілі отбасы деген қандай ұғым ол сіз үшін? Жалпы сіздің ұғымыңызда? Үлгілі отбасы деген енді мен үшін үлгілі отбасы бұл әке-шешемнен басталады әрине. Ол кісілердің бір-біріне деген сыйластығы, бір-біріне деген жанашырлығынан қарап біз үйренеміз. Мен өз басым енді әкемнің мінезі, анамның жаңағыдай инабаттылығын жақсы білемін. Және Аллаға шүкір, келіншегім де дәл анама ұқсайды, инабатты, сабырлы өте. Мен мысалы қызуғандымын. Енді жұмыста жүргеннен кейін енді ұжым басқарамыз, немесе жаңағыдай әр қалада жүреміз, кішкене стресс болады енді. Ақша тапқаннан кейін оның ретін де білу керек болады кішкене енді. Сондықтан енді ер адам болғаннан кейін қызуғанды боламыз. Соның барлығына көнетін бұл әйел екен. Сондықтан мен төзімді болып жаратқан. Мен өзім өмірде маман таңдау, әйел таңдау ең маңызды нәрсе болса, мен екеуінен де қателескен жоқпын деп ойлаймын. Аллаға шүкір. Ең өмірдегі фишкам осы. Жартылай қателескен жоқпын. Жігіттер қателеспеңіздер. Ол жағын толық айта аламын, қателеспедім деп. Және үлгілі отбасы. Үлгілі отбасы деген енді әркім жаңа әлеуметтік желіде әртүрлі салады, үлгілі көрсетеді, үлгілі көрсетпейді. Бірақ менің парақшамдағы үлгілі отбасы бұл өмірде де солай отбасымыз. Оған Аллаға шүкір, бір шайдесіп көрмедік, бір сөзге келіп көрмегенбіз. Сыйластығымыз әлі бар, бұлай бола береді деп ойлаймын. Біздің енді жалпы отау құрғанымызға 3 жыл болды, жалпы таныстығымызға 8 жыл, енді 10 жылдай болып қалды. Бұл енді уже мен сияқты жас адам үшін мүмкін көп уақыт, бірақ бізге әлі де бастапқыдай таныстық сияқты, өйткені сыйластығымыз әлі сол күйде қалды. Бұлай үлгілі отбасы дегенде мен өзім жалпы бір-бірін түсінетін, бастысы қандай жағдай болмасын, бір-бірін қолдайтын отбасыны үлгілі деп айта аламын. Керемет, отбасыңыз туралы, кәсібіңіз туралы үлкен әңгіме қозғадық. Енді сіздің жалпы осы ең үлкен арманыңыз қандай, өмірдегі миссияңызды жаңа бір шетін айтып қойдыңыз, енді соны тағы да бір айта кетсеңіз. Енді өмірге келгеннен кейін бәрібір де біздің басты миссиямыз, яғни мұсылман болып келгеннен кейін әрине ол 5 парыз орындау. Енді шамамыз келгенше бұны орындап та жатырмыз, әлі де орындай береміз. Жаңа айтады ғой, жаңағы белімнен күш кеткенше, жаңағы жүрегім тоқтап қалғанша бұл 5 парызды біз орындауға тырысамын, өзімнің жеке миссиям. Одан кейінгі енді жаңағы бала шағамыз болсын, ата-анамыз барлығын жеткізу, ата-анамыз бізді қалай өсірді, бізді солай бағамыз. Енді біздің балаларымызды сондай жаңағыдай иман болып өсіп бізді жаңағыдай бақса деген өзіміздің арманымыз. Және де бұл енді бірінші орында болса, екінші орында әрине бұл қоғам,
Біздің осы алып жүрген, мойнымыз арқалап жүрген үлкен өнерді ары қарай дамыту, жаңағыдай мұрнымыздан қан аққанша осы жұмысты жасап, қоғамға көмектесіп, бар тапқанымызды астымызға баспай, оны жаңағы әрине енді айтады ғой, бірінші садақа берсең өзіңнен баста, әке шешеңнен, туыстарыңнан баста, одан артылса ғана қоғамға бер дейді. Қазір енді әке шешеміз, туыстарымыз бәрі де жағдайы жақсы, Аллаға шүкір. Сондықтан енді ол ақшаны біз енді қайырымдылыққа жұмсаймыз, немесе бала шағамызбен деген сияқты. Енді бала шағаның болашағына инвестиция қоямыз шама келгенінше. Сондықтан енді басты миссиямыз осы адамға да, қоғамға да, Құдайға да, барлық жерге де пайдамыз тиіп жүру. Пенде болғасын қателесеміз, қателесіп қалған жерлеріміз болды, қателесіп қаламыз да шығар мүмкін болашақта, бірақ әр сынақтан кейін Алланың өзінің жеңілдігі бар. Қазіргі таңда да осы 1-2 жыл бұрын сынақ болды, одан кейін Алланың жеңілдігі болды. Аллаға шүкір, ешқандай ешкімге артық арызымыз жоқ, Құдайға шүкір жүріп жатырмыз. Тек арманым осы отбасымнан кейінгі осы қоғамды дамытып, қоғамға пайдам тие берсе екен деген. Енді өзіңіз үлкен мемлекеттік жаңағы марапаттарға ие болып жүрсіз, президентіміздің жаңағы марапатына ие болып жүрсіз. Енді жаңа Қазақстан деп айтып жатырмыз. Сіз өзіңіз жаңа Қазақстанды қалай көресіз? Өзіңізді жаңа Қазақстанның азаматы ретінде? Мен енді ол жағынан сөз қозғауға мүмкін әлі ерте сияқты маған. Политикаға жоқпын дейсіз ғой. Мүмкін политикаға жоқ енді болғанда. еліміздің дамығанын қалай көргіңіз келеді? Әрине политикаға жоқ болғанда, әрине бұл салада енді жаңағыдай бұл салаға кірістік. Сөздің шыны керек. Бұл саладағы кісілермен, үлкен ағалармен жүздесіп жүрміз, кездесіп жүрміз. Әрине, әлбетте осы марапатты алғаннан кейін де, алғанға дейін де бұл марапаттың өзінің ауыртпашылығы бар. Оны Динара ханым әдемі түсіндіреді. Сол кісінің айтқанынша, жалпыда жаңа Қазақстан дегеніміз бұл елімізді жаңа бағытқа көтеру, яғни жаңағыдай пара беру, пара алу болсын, немесе бір құйтырқы әрекеттерден бірінші алшақтату, және де елімізді көркейту. Ол әрине біздің президентіміздің қолынан келеді, келіп те жатыр. Мен ондай сөз қозғайтындай дәрежеде емеспін, біріншіден. Екіншіден, бірақ шын жүрегіммен ол кісінің жұмыс сәттілік тілеймін. Жақын арада ол кісімен кездесемін өзім жеке. Сол кезде де өзімнің армандарымды және де жасап жатырған жұмыстарын барлығын таныстырамын. Соны ол кісінің өнерге деген көзқарасын, қоғамға деген көзқарасын жеке тыңдап, және бұдан сабақ алып, сол кезде келіп сізге айтып берсем болады. Әзірге мен ондай не қозғағым келмейді. Өйткені мен әр нәрсенің өзінің хас шебері болады дейді. Мен осы қазіргі таңда тек қана өз өнерімнің хас шеберім деп ойлаймын. Ал отбасының хас шеберім деп әлі де ойламаймын, жаспыз. Ал жаңағыдай, енді саяси нәрсеге келсек, марапатты алған бір бөлек, және ол жерде беретін адам болып, яғни сол жұмыс жасау бір бөлек. Сондықтан мен тек қана алып қоғамға пайдам тигенімен де ол жердің ішкі саясатын әлі түсініп жатқан жоқпын. Бірақ болашақта бәрібір де халыққа жұмыс жасағым келсе, осы саясиға кеткен дұрыс. Сондықтан болашағымыз мүмкін сонымен байланысты болатын шығар. Ұсыныстар болып жатса қабылдаймыз. Сізбен 1 сағат аясында үлкен әңгіме өрбіттік, сіздің жан дүниеңізді білдік, жалпы қоғамға беріп жатқан пайдаңыз жайында, кәсібіңіз жайында, енді үлкен миссияңыз жайында білдік. Сізге көп рахмет келгеніңізге, осылай арнайы сұхбат бергеніңізге. Енді көрермендерге өзіңіздің айтатын ойыңыз болса айтып кетсеңіз болады. Барлық көрермендерге жалпы адамзат болмасын айтарым, адам болып туылғаннан кейін адам болып жүру керек. Қанша жерден аяқтан шалса да, немесе өзің қателесіп қалсаң да, тәубені тастамау керек. Менің ең басты өмірдегі жаңағы өзімнің мақсатым осы. Және де жүрегіміз ақ болсын. Қанша жерден зұлымдық болып жатса да әлемде, біз әлемді құтқаруға тиіспіз деп ойлаймын. Қандай ісімізбен болмасын. Енді мен осылай айта аламын, басқа. Рахмет, сізге келгеніңізге көп рахмет. Құрметті көрермен, бүгін бізде қонақта болған белгілі өнер шебері Бердіғали Қуанышқалиұлы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.